Қазақ әдебиетіндегі шоқтығы биік ақындардың бірі де бірегейі Ілияс Жансүгіров. Ақынның өнер тақырыбына қалам тартқан шығармаларының бірі Құлагер поэмасы. Ақан серінің өміріне арналады. Құлагер ақан үшін жан досы, сырласы, мұңдасы, жол серігі еді. Серінің атын асқақтатқан, ең әуелі жомарт табиғат тарту еткен сан қырлы талант болса, екіншісі ақан есіммен қатар аталатын ата-оты пырағы Құлагер еді. Ол астындағы атын бейне бір туған баласындағыдай бөбектейді. Аламан бәйгенің алдын бермей, даңқы бүкіл арқаға тараған Құлагер Сағынайдың асында қастандықпен өлтіріледі. Құлагердің жүйрік, нағыз сәйгүлік болуы көптің ішіне іштарлық пен құрт пісірілгені белгілі. Сол замандағы әлеуметтік мәселені қозғайтын болсақ, таяқтың бір ұшы осыған кеп тіреледі. Бұл тек сол заманнан ғана емес, адамзат баласының тарихында әр кезде басты мәселе болатыны анық. Адам баласы пендешілікке салынбай, ақыл мен жүрегінің үнімен жүрсе, ешқашан ақ жолдан адаспас еді. Бұл жоқтаудан Құлагердің сері өміріндегі орнынан ғана емес, ақынның жылқы малына деген ерекше құрметінің куәсі боламыз. Барлық адамзат баласы пейілін кеңге салып, жүрегін мейірімге толтыратын болса, мұндай мәселелер болмас еді. Қолда бар алтынның қадірі жоқ демекші, кез келген нәрсенің қадірін білейік. Тірегі көңілімнің бәйтерегі, бұл жерге қалайша құлап едің деген жолдарды оқып отырғанда, ақан серінің жанына жара салған, күйзелісті басып тығырыққа тірелген ауырда азапты сәттердің шыны мен сырына қаныға түсеміз. Адам баласына айтатын жоқтауды Құлагерге айтқызған ғасырдың қаталдығы ма, әлде адамзат атаулының зұлымдығының шексіздігі ме? Поэманың толық нұсқасын кітаптан оқысаңыздар